Арма ардақты ағайын, бұл арнайы шығарылым. Келіңіз, жазылыңыз, жеке кездесіп жүрмін. Кішкене сіз сабыр сақтаңыз. Тазалық, мен сізге айттым, сұрақ қойдым, тұрыңыздар орындарыңыз. Мына жерде одан екінші мәртебе ол жерге кездесіп жатқаным қазір, иә. Қашералардың бәрі Тыңдаңыз енді. Қала басшысы нақты деректермен жауап берді. Мұрайдың көлемінде онда қайтта сол асфальт орнына кетіп береді. Қазір протоколға жазып қоямыз. проблемаға толы бір жанай қайдыр да, содан кейін бәріміз айтып қалайық деген ой ғой. Мемлекеттің банкрот болғаны халықтың әлі емес. Түркістан тарихпен тыныстаған, келешекке қадам басқан қала. Күн сайын түрленіп, жаңа тыныс алып жатқан бұл мекенде әр өзгерістің әр жағында халықтың үні, талап тілегі жатыр. Қаланың тыныс тіршілігін тек кеңседен бақылап, есеппен шектелу жаңа Қазақстанның билігіне жат. Сондықтан болар Түркістан қаласының әкімі Әзімбек Пазылбекұлы да осы бағытты ұстанған. Апта сайын бірнеше секторды аралап, тұрғындармен бетпе-бет жүздесуді әкімдік жұмыс кестесінен түсірмейді. Бұл жолы шаһар басшысы Сауран және Бекзат тұрғын аудандарының тұрғындармен кездесті. Түйткілді сұрақтарын тыңдап, мәселелерін тыңдады. Жеке сұрақтары бойынша бөлек қабылдап, заң аясында шешіп беріп те жатты. Бұл секторларда атқарылатын тірліктермен таныстырды. Электрмен қамтамасыз ету бойынша Сауран секторы Көктем көшесінде сапалы электрмен қамту жобасы іске асырылатын болады. Осы биыл басталады, бірақ бұл жобада келесі жылға өтпелі. Соның нәтижесінде жалпы 2700 абонент толық сапалы электр жүйесіне қосылатын болады. Табиғи газбен қамтамасыз ету бойынша да қалып кеткен осы газға қосылмаған абоненттер бар. Сауран секторында біз сондай 83 абонент есептеп жобаны қазір әзірлеп жатырмыз. Келесі жылға осы бюджет мүмкіншілігіне қарай біз толық іске қосатын боламыз қалып кеткен абоненттерді. Абаттандыру саласы бойынша ағымдағы жылы қала көлемінде 9 жерге спорт алаңы мен ойын алаңы және 2 жерге жабық футбол алаңының құрылысы жүргізілуде. Оның ішінде Сауран секторында Жангелдин көшесін айттым, бір ойын алаңшасы салынуда. Одан бөлек Майлин көшесіндегі айналма жолға мақ орнату жұмысы жүргізілуде. Бірінші, екінші мөлтек аудандағы аула-ішілік ойын алаңшаларға төсеніш салу, ойын алаңшаларын ағымдағы жөндеу жұмыстары, жарық шамдарды ретке келтіру жұмыстары жүргізілуде. Энергетиктер көшесінде аула-ішілік абаттандыру жұмыстары биыл басталды. Жыл басынан қолданыстағы ойын алаңшалары мен уаркаут қондырғыларын ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Енді биыл тағы өзекті мәселелердің бірі жол саласы бойынша. Өздеріңіз білесіздер, Түркістан қаласында жол мәселесі өте өзекті. Жалпы қалада 50% ғана жолдың сапасы қанағаттандырылық деңгейде асфальтталынған. Енді бірінші бұл асфальт салуға кедергі, бұл жаңағы кәріз желілерінің құрылысы. Ол толық бітпейінше біз асфальт төсе алмаймыз. Енді биыл сондай қаламызда 140 шақырымға, 140 километрге жуық көше, ол 159 көше. Осындай жаңадан асфальт салынатын болады. Сол кезде жалпы көрсеткіш бізде 66-7%-ға дейін жоғарылайды. Енді оның ішінде Сауран секторы бойынша өздеріңіз білесіздер, қазіргі таңда магистралды кәріз желілері құрылысы жүргізілуде. Осында мердігер мекеме шақырылды. Ол жұмыстар біріншіден осы жылдың соңына дейін толық аяқталуы тиіс. Ол магистралды кәріз желілері, одан кейін келесі жылдан бастап, болмаса енді
қарау керек бұл жерде түсіністікпен. Әрбір абонент сол магистралдық желіге қосылу жұмыстарын жүргізу қажет. Қай көше тұрғындары бірінші сол магистралдық кәріз желілеріне қосылады, біз сол көшеден бастап асфальт төсеу жұмыстарын, басқа да қалып кеткен жарық шамдарын орнату болсын, тротуар жұмыстары болсын, біз оның бәрін ретімен, кезеңмен жасап беретін боламыз. Енді әрқалай сол кәріз желісіне, орталықтандырылған кәріз желісіне қосылу айналысатын жергілікті мекемелер бар. Мемлекеттік мекеме біздің Түркістан су жүйесі мемлекеттік мекемесі де бар. Сол біз алдағы уақытта сіздерге толық тізім беретін боламыз. Сол мекемелерді жалдай отырып, кәріз желісіне қосылу жұмыстарын бастау қажет. Бұл жерде бізде су жүйесі мекемесі, сектор басшылары, ЖКХ бөлімі, тұрғын үй инспекциясы сіздермен тығыз байланыста болып жұмыс жүргізетін болады. Сіздерден өтінерім, сіздерді осы жұмысқа уақытылы, сапалы, оператив түрде айналыссаңыздар. Сауран секторы Түркістанның жаңа тынысы. Қаланың бұл бөлігі соңғы жылдары қарқынды дамып келеді. Жаңа тұрғын үйлер, шағын аудандар көбейіп, халық саны да еселеп артқан. Есесіне инфрақұрылым мәселесі төңірегінде дау көп. Өйткені бірінші біз қазір кәрізі бітірмей, ол жол түспейді. Соны түсіністік танытуға шақырамын сіздерді, барлығыңыз. Бұндай жағдай тек қана Сауран секторында емес, қаланың басқа да аумақтарында қазір біз түстен кейін жолдың асты дейді, Бекзат секторы. Сол жақта да келсеміз, дәл осы жағдай ол жақта да. Биыл магистралдық кәріз желілер бітеді. Келесі жылы тұрғындар соған қосылу қажет. Сіздерде жалпы 4000-нан астам абонент бар. Сонан әр көшенің басшылары бар. Сіздерде белсенді азаматтар бар. Сол жұмысты ұйымдастыруымыз қажет. Сіздермен біздер болып. Одан кейін мынау жарықтандыру мәселесі бойынша. Жалпы Сауран сектор аумағында 119 шақырымды құрайды. 156 көше бар. Қазіргі таңда 96%-ға жарықтандырылған. Қалған 4-8 шақырымды құрайтын 7 көше. Марайым, Беларық, Балақаев, бірінші, екінші тұйықтары, Жангелдин тұйығы, Ерубаев, нөмір 2-ші тұйығы аумағында жарықтандыру жүйесі алдағы уақытта толығымен жүргізілетін болады. Бұл жұмыстарды мен тапсырдым. Осы күз мезгіліне дейін толығымен осы көшелер жарықтандырылу қажет. Тоқтап қалған ғимаратты бұзып, сол жерге қазір үлкен ойын алаңшасы бой көтерді. Сондай-ақ бірінші мөлтек аудан нөмір 6-шы үйдің алдындағы ойын алаңшасының ретке келтіру жұмыстары жүргізілуде. Жарылқап көшесі Балым супермаркеттің алдына жаяу жүргіншілер жолағын орнату мәселесі бойынша жылдамдықты шектеу және жол белгісін орнату жұмыстары толығымен аяқталған болатын. Хақназархан көшесіндегі асфальт жабындысын қалпына келтіру жұмыстары зақым келген жерлеріне, жол жабындысына зақым келген орындарға толығымен қайта қалпына келтіру жұмыстары іске асырылды. Өзекті мәселенің бірі болған кәріз жүйесі жүргізілгеннен кейін Әл-Фараби көшесіндегі жолды ретке келтіру мәселесі көтерілген. Ол да өз шешімін тапты. Толығымен жөндеу жұмыстары жүргізіліп, қазіргі таңда құрылыс жұмыстары толық аяқталды. Сонымен қатар жөндеу жұмыстары барысында жол қауіпсіздігін арттыру мақсатында ауыз су және сарқынды су желісінің құдық қақпақшалары толығымен асфальт деңгейімен бірдей деңгейге көтерілді. Содан бөлек атқарылған жұмыстар жоспарлар туралы айтатын болсақ, қала аумағындағы ауыз сумен қамтамасыз ету мәселесі бойынша Сауран жаңадан қоныстанған тұрғын үйлерге ауыз су жүйелерін тарту және қайта құру бізде екінші кезеңі бар. Ол Майлин және Төлебек көшесіндегі ауыз су құбырларын жаңғырту. Осы секторда жаңадан қоныстанған тұрғын үйлерді ауыз су жүйелерін тарту және қайта құру екінші кезек жобасы қазіргі таңда әзірленуде. Жоба әзірленіп, осы 2 айдың көлемінде әзірленіп, біз келесі жылы оны толықтай қаржыландыруға қосатын боламыз. Енді күрделі мәселенің бірі, өздеріңіз білесіздер, кәріз жүйесімен қамтамасыз ету мәселесі. Жалпы өздеріңіз білесіздер, қала бойынша 36,5%
қала халқы осы кәріз жүйелеріне қосылған, қамтамасыз етілген. Қазіргі таңда бізде 13 сондай ірі жоба жұмыстары жүзеге асырылуда. Оның ішінде 5 нысан Бекзат, Бірлік, Ждыхат, Отырар 2 2025 жылы желтоқсан айында пайдалануға тапсыру жоспарлануда. Одан бөлек тағы да 2 нысанға біз жобалық сметалық құжаттама әзірлеу үстіндеміз. Сауран секторындағы Баянауыл тұрғын алқабы бар, өздеріңіз білесіздер. Ол жерде өте үлкен ауқымды жоба бар. Жоба құны қазіргі таңда 7,5 миллиард теңгені құрайды. Үлкен жоба, мердігері анықталған. Ол жерде 1740 абонент бар. Осы биылға осы жұмысты бастауға азын-аулақ қаражаты бөлінді. Жұмыстар биыл басталуы қажет. Бірақ толығымен ол Баянауылда 2026 жылдың соңында осы кәріз жүйесі, магистралды кәріз жүйесі жұмыстары аяқталатын болады. Халық көп мәселе көтерді, ең қажеттісін атады. Әсіресе қаптаған қаңғыбас иттерден құтқаруды сұранды. Балалар ойын алаңдарын жаңартуды өтінді. Өткен жолы күздің күні сізбен Төле би саябағында кездесу болған. Оны білесіз. Мен сол кезде осы отырған тұрғындардың, жаңа айтылған көше билердің 1-2 сұрағын берген. Сол сұрақтың қозғалмаған жөнінде айтқым келіп тұр. Бірінші айтқаным, мынау Жарылқап көшесі осы Сауран ауданында ең үлкен көшенің бірі. 3-4 жыл бұрын мынау Қызылорда переезінің жанынан скважина қазылды. Труба өткізді, неменен тал егілді. Ол скважина жүрген жоқ, тал қурап кетті. Сол талдың орны жатқан пластмасса трубалар кейбір жерде әлі жатыр. Сол егілген талдың 20% ғана көгеріп тұр. Себебі ол қала тұрғындар, кварткомдар бар, аралап есігін алдында талдарына шелекпен, шлангмен су құйып аманат қалды. Өткен жолы сізбен кездескеннен кейін мынау Түркістан көгалдандыру ма, әзірлене, соның 3-4 жігіті келіп аралап мен көрсеттім. Скважина қозғалмаған, талдардың бәрі қурап кеткен, бірең-сараң үйдің алдындағы нелер көгеріп тұр. Сосын мен айттым, айналайын, міне қазір күздің күні егуге болады. Жүзде болмаса жаңағы водовозбен бір әсемен 10 күнде 15 күн суаруға болады. Болды, көке қатырамыз деді. Сол күйі қозғалмады. Бастығына бардым, бастығына барсам жоқ. Көктемде егеміз деді. Бірінші очередь сол Жарылқап тал егіп, көгалдандырып, мотор жөндейміз, жоқ болса водовозбен суарып, соны қатырамыз деді. Көктемде тағы бардым. Бастығы кім екенін білмеймін, жолықпай 2-3 адамды жіберді. Көке жақында Сарағаштан тал келеді, тағы егеміз деді. Сол егілмеген тал әлі жатыр, шаңы шығып, әр жерде жаңағы жарайтын трубаларды алып кеткені бар, қалғаны сол үй жатыр. Ана мотор сол үй тұр. Сол мотор, егілген тал бәрі ақшаға келінді ғой. Сол қозғалмады. Кейіннен барып, сол бастығыма біреулер жіберіп, көке, осы вопросты қойсаңызшы, не қылсаңызшы, тоқтатсаңызшы, айтпасаңызшы дейді. Бүгінге дейін сол айтылып келатыр, шаңы шығып жатыр. Жарылқап көшесі мынау ғой, осы артындағы көше. Бұлай өткенде көзіңіз қырын сасаңыз, сол шлангілер жатыр, мотор сол үй тұр, тал егілген жоқ. Екінші вопрос, мақта зауыттың осы жерде біраз тұрғындары, кварткомдар отыр. Жаңағы өзіңіз айтқан Ертөстік көшесі бар. Ертөстік көшесі кейінен бар, Дүйсенбаев деген көше болды. Сол Ертөстік болсын, Дүйсенбаев болсын, көшенің атауы, бір үйде нөмір жоқ. Такси шақырсаң келемайды, скорыйне қылсаң адасады. Құдай сақтасын, пожарный дегені шырылдап кейде бірен-саран өрт болды, ол да таба алмайды. Сонымен архитектурадан бір жігіт келді, келіңіз деді.
Sen gel dedim, barып аралап көрсеттім, архитектордың бір-екі жігіттер келіп, о, бас аяқ дедім. Bir үйден bir нөмір бар ма? Ерте үстінде тұратындар. Жоқ па? Көшенің атауы жоқ. Қазір осы мен сізбен кездескеніме 9-шы ай болды. Иә. Сосын неғана кейін акиматқа бардым, жаңағы архитектураға. Архитектураға барып, екеуміз кездесіп, сөйлесіп, мынандай бір қағаз берді, үйтеміз, қатырамыз деп. Бүгінге дейін нөмірі жоқ, көше жоқ. Мына халықтың өтініші көбісі кварталдар біліп отыр. Мына сол архитектордың берген қағазды сізге берейін, көрерсіз. Сосын бар жаңағы ертөстік Жангелдин көшесін, осы озелененің бастығы кім екен? Мен жаңа көгалдандыру бастығына 2-3 мәрте бардым, таппадым. Алары шабарман нелерін жібереді. Ол келеді, көке қойсаңыз, аншаңсы менді успокоить етеді, үйіме келеді. Мұнан болмайтын нәрсе, андай, мындай деп әр түрлі сөйледі. Осы жерде бар ма озелененің бастығы? Ассалаумағалейкум. Кім екен көрейін? Есімім Қанат болады. Қаяқтасың? Осы жерде тұрмын burada. Қанат, айналайын, бірінші рет көруім сені. Иә, мен жақында түстім ғой, осы 2 ай болды. Бұрын алдыңғы бастығы. Бұрынғы алдыңғы бастық Ағаділ деген жігіт болған. Кім? Сәке, мен сіздің сұрағыңызды білем. Мен сізге айтқам былтыр. Сіздің көшеде, қазір тоқтаңыздар, жауап беріп қоймын мен. Сіздің көшеде ол суару жүйелері дұрыс жұмыс жасамайды. Ол жігіттер маған түсіндірген. Мен кешірім сұраймын аяқсыз қалып кеткеніне. Қазір ол жігітті мен жұмыстан шығарып салғам. Бәрі качественный. Сен сол өз көзімен көрсең де, качеласы ше, ойнайтын алаң жоқ, асы есінің алдынан андай газон төсеп жатыр да, резинкамен. Сол майда балдар сода ойнап жатыр қазір. Осы 3-4 күн болды төсегеніне. Ойнайтын жер жоқ қой. Футбол алаң біт. Осы желмен кеше жел болды, желмен арыда кетті, берді кетті, өзім көргенде деп атқаным сол менің біріншіден. Ана жаңағы ойнап жатыр. Ана сырғанақтары бар ма, мынандай качеласы бар ма, жоқ. Бірақ по факту бар ол. Тұр. Любой домның алдына келші, качелада жоқ, анауда жоқ, мынауда жоқ. Біз сосын ит деген бар ма, бала жақаны мусор жіберуге ұяласың, ана қорқасың ана баланы же бар ана мусор төгіп беру деуге, өзің барасың, амал жоқ. Ит деген мен жаңа осы жерге дейін келем дегенше 28-ін санаптым. Көргенім менің. Ит деген тоға сол жерге мусор төгеді, өзі етте жатыр, түшпәрада жатыр, мәнді жеп алып семіріп көлеңкеде жатыр аналар. Ол бір күн адамды жейді ол. Жоқ, болмағанда да басқа нәрсе істеу керек қой бұның алдында отыр. По факта сол мен айтайын дегенім жаңа Түсінікті. Енді былай ғой, ойын алаңшасы сұрайды, салып беріп жатыр, бұзылып жатыр, келіп кезекпен беріп жатыр. Тыңдаңыз. Жаңа мен трубасын әкелуім керек еді. Оның ше біреуін алдында просто не қыламадым. Жаңа трубаны әкелуім керек еді. 1 сантиметр ол қаңылтыр почти айтқанда 2 адам отырса қисайып құлайды ол. Мен соны специально әкеліп сіздерге осы жерге видео немен көрсетейін істемеймін. Хорошо. Бәрекелді, міне бәрі біліп отыр осыны. Качественный, не качественный. Сырғанақ мақыл пластмасста, мақыл тегін қойылды. Ол алдыңғы жыл қойылған шығар. Қазір осы биылдан бастап біз қазір басқа фирмадан алып жатырмыз. Более качественный. Действительно, ондай мәселе бар, сапасы жасалған. Қазір мен осы ойын алаңшаларына қалада қанша мыңдаған ойын алаңшалар бар. Әрбір тұрғын сұрап, көпшілік жерге қойылған. Қирап, шашылып, жайрап жатып келсем сізбен. Биыл соның бәрінің ремонтына мен қаражат қойдым. Қаражат қойдық. Мына бізде качелалардың бәрі тыңдаңыз енді. Жасыл Түркістан мекемесі сонымен айналысып, кезегімен ретімен жасап келе жатыр. Оның бәрін енді сырттан біреуге қиратып атқан жоқ қой? Иә. Өзіміздің балдарымыз, сізбен біздің баламыз. Енді ляппай болса тыңдаңыз енді. Оның бәрін ретімен кезегімен жөндеп береміз. Орнына қойып береді. Заявка беріңіздер. Қазір енді үлгермей жатқан болармыз мүмкін. Бірақ барлығын қала бойынша жасауға міндетті, қаражат қаралған. Заявкаңызды беріңіз, ұсынысыңызды беріңіз. Жаңа иттерге қатысты келсем, иттер өте көп. Қазіргі таңда бізде мынау ветслужба басшысы да ауысты. Маманы аз, бір машинасы бар, сонымен жүр. Қазір мен ұсыныс дайындап жатыр.
Оның бәрін біз қалалық әкімдік тарапынан көмектесеміз, маманын көбейтеміз, техникасын көбейтеміз, бірақ мынау иттерді өте көп қалады. Оның бәрі бір мезетте, бір айда, бір жылда мен сізге жойып тастайды деп айта алмаймын. Өзінің заңы бар, ережесі бар, сонымен ұсынысқа заявкаңызге сәйкес жұмыс жасалынады. Кезеңмен реттеп береміз оны да. Рахмет сізге. Болды. Осын қадағаласаңыз енді. Қадағалайды. Нарада әрбір бөлім басшылары, мен әрбір кездесуде айтып отырмын. Сіздер ұсыныс сұрақтарыңыз қойып отырса, бәрі хаттамаға түседі, орындалады. Орындатқызамын мен оның бәрін. Кішкене уақыт керек. Айтып отырмын бұны. Қанша азамат жұмыстан кетіп менге келді. Вот жаңа сіздерге келіп қол қойдырып кетіп отқандар. Тағы кетеді. Саламатсыздар ма? Менің бір өтінішім бар, тыңдаңыздаршы. Мен 44-ші домның тұрғындарының атынан келіп отырмын да, фамилия Мыңжанова. Бізде күрделі жөндеу болды да, кондоминиум. Бірақ 23 жыл басталды, қай кезде біткенін білмейміз. Осы жылдың аяғында бізге бірденен оплата келді. 60 мыңнан әрі квартираға 45 мыңнан. Бірақ толық жөндеуден өтпеген. Келіп тексерсеңіздер болады. Өткенде мына 36-шы тұрғынның үй адамдары сол тазалық бөліміне барса, жақында комиссия бар тексереді деген екен. Сол әлі келген жоқ. Мен қазір 44-ші домның жанайқайын әкеліп отырмын. Келіп тексерсеңіздер екен. Өтінішім сол. Өтінішіңіз қабылданады. Көңіліңіз толмай ма? Қабылдау актісіне қол қоймадыңыздар ма? Төлемеңіз. Мен қарсы емеспін. Қайда біздің тазалық тұрғын үй инспекциясы? Мен сіздерге қатаң түрде ескертемін. Тұрғын үй инспекциясы, сіз дұрыс, хорошо. Жоқ, барып қараңыздар. Действительно, үй сапасы жасалса, бұл кісілер төлемеу керек. Мердігерді шақырып, орындатыңыздар. Талғат, мен саған соңғы рет ескертемін. Мәселе көп, айналысу керек. Менің сізбен қазір 3-ші мәрте кездесуім. Бірінші әкім болып келген кезде кездестік, былтыр осы жерде кездестік. Менің айтайын деген бір ойын сауық. Ол жігітті жұмыстан шығарып жіберіпсіз. Нұрлан деген жігіт. Екінші кездесу осы жерде кездескен кезде міне бітті деді. Архитектураның тірліктер документтің бәрі бітті. Болды, бір айдың ішінде қатырып беремін деген. Ол Нұрлан деген жұмыстан шығарып жібергенсіз бе білмеймін. Алла разы болсын сізге. Анау мен бірінші кезде келген кезде сізге клаузаттың алдында кольцевой деп едім. Алла разы болсын, кольцевойды істеп бердіңіз. 1000 да бір шүкір. Ал ендігі осы ойын сауық сол кезде айтайын деген кезде алдымнан шығып, сіз бірінші әкім болып келген кезде алдымнан шығып, бұлардың куә осы жерде Балташ да куә, Сырым да куә, ойбай айтпа мен қатырып беремін деген. Сол қатып қалды ғой әкім мырза. Ал екінші мәселем. Анау Не ойын сауық? Ойын сауық дейсіз. Балдарға. Ойын алаң. Ойын алаң дей ма, не дейді? Сайын көшесіне. Мен қазір сізге маған ана халқым жіберді видео, түнде түсіріпті. Мен әкімге кездесуге барам десем, көрсет десеңіз көрсетейін. Телефонда тұр. Ана балдарды көрсеңіз, балаңыз болатын болса, бала шағаңыз болатын болса, сізде қатты ойланасыз оны. Қазір бәрін кел өзімге жеке көрсетемін. Екінші мәселе, Тұрар Рысқұлов, перезден түсетін жер. Дәл перез бар ғой, тікжіден келетін. Сол светофор бар, сол жерде пешеход жоқ. Бір-екі баланы уже қақып кетті ол жерде. Бір пешеход бар, сол светофорға қарасты адам бар ма осы жерде? Жоқ, светофорға қарасты. Кім қайда, Бағдат? Жоқ, мен соған түсіндірейін. Тұрсаңдар сіздер, не қылып отырсыңдар? Уақытымды шет келген жоқ. Бар ма екен? Бар. Сол жерде пешеход керек үшін. Пешеход жоқ. Остановка жоқ ол жерде. Сол мен мәселем сол. Басқа ешқандай нем жоқ мәселе. Маған жаңағыдай балдарға ойын сауық болды басқа. Алдыңызға 1 жыл болды. 3 жыл. Кеше жақында бір балдар келіп кеттік. Ойын алаңында жақында келген осыдан қыстың күні. 2 бала келді. Біз сол Нұрланның орнына келді. Маған тек қана қол қойдырады ғой әкім мырза. Келеді де қол қойдырады, білмеймін, қол қойдырып, ғанибет па білмеймін. Одан кейін былтыр кездескенде анау нені айтты камера, сол зауыттың алдына. Ар шетке бір шетке қойған. Ол енді участковыйларды келіп маған қол қойдырды, милициялар келіп.
ананы ауыстырамыз деп. Білмеймін, қол қолдағаннан не жима? Қол жинағаннан. Түсінікті. Ол ана қол қойған, сол қол қойған азаматтың бәрі кеткен қазір сол қолдан кейін. Иә, қазір иә, мынау былай ойын алаңшасы бойынша бір нәрсені түсіну керек. Біз биыл осы қала бойынша ойын алаңшасына қаражат бөлдік, 400 миллион үстінде. Әрбір тұрғын өзінің көшесіне қойғысы келеді. Оның бәрін қамту мүмкін емес. Кезеңмен, ретмен біз қойып беретін боламыз. Жылына осылай 10-нан, 12-ден. Мен жіберем жігіттерді. Вот жігіттерді жіберем, сол 4 километр қашықтық болса, онда салу керек шығар. Дұрыс айтасыз, мен келсем. Анау Рысқұлов көшесі пешеход тоже барып қарасын. Ол жерде бағдаршамның разметкасы өшіп кеткен, соны ертең сызып береміз. Ал бағдаршамны өткеннен кейін аялдама бар Төле би көшесінің бойында. Пешеходын сызып беріңіздер онда. Иә, сызып береміз разметкасын. Келесі сұрақ. Жоқ, қосымша басына барып нақтылайық, жарай ма? Жағы кім? Жаңа азды көпті шамалы эмоцияға беріліп жатқан шығармыз, енді алдын ала кешірім сұрап қойын. Бұл жерде халықтың көбісінің ішінде сол бір проблемаға толы бір жанайқай тұр да, содан кейін бәріміз айтып қалайық деген ой ғой. Ең біріншіден сізге бір ұсыныс айтқым келіп тұр, өтініш айтқым келіп тұр. Сіз жаныңызға жаңа көмекшілеріңізді алып, осы хлопзавод, антибиотик, жаңа ТГЖ, Швейцария деген көшелердің жан-жағындағы жаңа Асылбекова, Жангелдин, жаңа аты жоқ көше бар ғой, жаңа Ертөстік деген жазылмаған. Солардың бәріне бір-бір рейд жүргізсеңіз жақсы болар еді. Өйткені қазір кім адамдардың бәрі ойына келген істеп жатыр. Көшенің бәрі мусор, есігінің алдының бәрі топырақ, жаңағы ізгілікті өсіріп тастап жатыр. Жол жүру ережесін шамалы бізде қиындатып жатыр. Одан кейінгі мәселе, мынау бізде қаланың знак қоятын технадзор деген бөлім бар ма осы жерде? Жоқ па? Знак қоятын кезде шамалы ең минимальный знак, бір ең минимальный менің түсінігімде, мен оқығаным бойынша 700 метр болу керек та. Одан кейін жаңа Ақзере, Кәусар, одан кейін Жаннұр деген мектеп жаңағы садиктердің алдына 200 метр сайын пешеходный светофордың стойкасын қойып жатыр. Ол жер енді үлкен 9 жолдың торабы, мына жаққа индустриальныйға келетін жүк машиналары бар. Онда 200 метр сайын, 300 метр сайын знакты шамалы шектесеңіздер екен. Өйткені ол жүк көлігі, ол орнынан енді қозғалғанда жаңағыдай адамдардың бәріне қазір қаласаңыздар, әркім өзінің есігінің алдынан светофор қойғысы келеді, бірақ сіздер соны шамалап регламентке сай қойсаңыздар екен. Одан кейінгі жаңағы Жангелдин көшесі деген өзі бір 3-4 көше болып кете ма, сондай. Соның Швейцария бөлігінен кіретін көшелері бар. Асылбекова, Жангелдин, Ертөстік, одан кейін Астананың 10 жылдығы деген көше. Сол жердегі көшелердің шамалы жаңағы асфальт дейсіздер ма, немесе тас жол төсейсіздер ма, бір шамалы ретке келдірсеңіздер екен. Осы жерде жол бөліміне қарайтын жігіттер болса, соны шамалы оң құлақтарыңызбен тыңдасаңыздар екен. Одан кейін менің өзімнің мынау Көкжелек 79 деген учаскем бар. Сол жерге ауыз су мәселесі шешілмей жатыр. Мен 2-3 жыл болды қазір айтып жүргеніме. Түркістан суға барсам, сен өз қаражатыңмен қазып ал дейді. Кім жауапты? Түркістан су бар ма мекемесі бұл жерде? Бар. Бұл жерде баста Азимбек Пазбек бұл жерде не өткен кезде, линия өткен кезде абонентский тастаған тастамай кеткен бұл кісіге. Енді біз колодецтен рұқсат беріп отырмыз сізге. Пожалуйста, вентиліңізді әкеңіз, өлшеуішіңізді әкеңіз, қойып береміз, проблема жоқ. Менің учаскемнен сіз тастап кеткен колодецке 500 метр жер бар да. Ол жерге мен қалай қазам мысалға? Сізге сұрақ. Проектіде баста болмаған шығар аға, сіз кейіннен участок болды ғой ол жерде. Енді қазір 3 жыл болды ол жерге участок түсіп жатқан. Тек қана мен учаскем емес, басқа да учаскелер бар. Жалпы енді бұл жерде сөз таластырмай қой, жалпы сіздің назарыңызда болсын. Жақсы. Одан кейін мен қазір 45-темін. 40 жылдан бері бір Дәутас деген бізде бір район бар. Сол жерде өзі бір жаяу жүргінші не бар, Дәутастан түсетін жерде де. Сол жерге шамалы тротуар, жаяу жүргінші жолын істеп берсеңіздер екен. Жаңа 2-3 орындық қоятын, ол мәселемен сіздің алдыңызға 1-2 адамдар кіріп жүрген сияқты, соны жіті назарға алсаңыз екен. Ол жақсы, рахмет. Хорошо, түсінікті. Рахмет. Мынау жаңа сіз айтып алған көшелерде рейд жұмыстарын ұйымдастырамыз. Бізде архитектура бар, ЖКХ, жол бөлімі бірлесіп, осы аталмыш көшелердің барлығына рейд жүргізуіміз қажет. Кемшіліктер анықталса, бәріне бір хабарлама беріп, одан кейінгі
жаңағыдай полициямен, сотпен, штраф салу бар, басқасы бар, жұмыстанатын боламыз. Жол белгілерін бойынша полиция бар, бізде жол бөлімі қызметі, жол қызметі бөлімі бар. Барыңыздар. Оның бәрі жол белгілерінің барлығы талапқа сәйкес, стандартқа сәйкес полиция басқармасымен келісіліп қойып жатқан нәрсе. Толықтырыңыз. Сосын жаңадан Дәутастан ары үлкен 4 жолақты жол салынды да, енді қазір сегет дегенде кез келген жерге қойып жатыр ғой. Сол жерге сегет камерасын қойсаңыздар екен. Неге десеңіздер, анау тығызының түбінен келесіген ешқандай знак не жоқ, камера жоқ. Енді жасымыз бар, кәріміз бар, жаңа жүк көліктері бар. 100-мен жүріп десеңіздер емес. Өйткені жақында тағы да бір авария болды. Содан Дәутастың түбінде 14 тоқтайтын остановка бар. Жол бөліміне қатысты кісілер өткенде тығызының түбін асфальтын ойып істедіңіздер, бірақ остановканың түбіндегі шұқырда әлі жамаған жоқсыздар. Автобус жолдың ортасына тоқтай салады. Ол жер жайлы біздің хабарымыз бар. Ол жаңағы жоқ, ешқандай постановление емес, ол мерген мекеме кепілдік несімен істеп береді. Сразу неге жасап кетпейсіңдер ме, түсінбеймін. Ол жерде канализацияның магистраль линиясы отырып қалған, қызмет соны қазір дайындап отыр. Шақырсай қызмет басына. Шақырып басына барып оперативно жасау керек. Менің қозғайын деп жатқаным, мен бірінші өзім таныстырып кетейін. Сахаба Біләл мешітінің имамы Атаханов Абдығани есімім. Мен анау біздерді жаназа шығарады. Жаназа шығарғанда бірінші баратын адамдарымыз біз Қарашық қабірстанына бізді апарады. Көбі біздің төңірек Сауран мөлтек ауданы, сол Қарашық төңірегіне сол жерге жерленеді мазаратқа. Сол мазарат қабірстанымыз қазір толуға айналды. Ары кетсе есеп бойынша біз есептеп отырмыз, бір айдан аспайды енді ол жер толып қалайын деп тұр. Бәріміздің уайымдайтын нәрсеміз негізінде. Сол жердің документін, қазір жаңа жерге документтің бәрін істеліп қойған, өзіңіз де білесіз ол туралы. Енді ол жерде жаңағыдай евроремонт қылып жаңағыдай немен істейміз деп дуалдарын жауамыз деп тендермен бір жігіттер жеңіп алған екен. Олар келіп салайын десе, архитектурадан рұқсат жоқ деп, рұқсат бермей жатыр деп, сол жер тоқтап қалып жатыр. Біз енді бір айдан кейін басқа қабірстанға барамыз ба, жақындарымызды жерлейтін болсақ, адамдарымыз екі жаққа бөлініп қалуы мүмкін. Қабірстандар көп қой, бірақ біздің жақындарымыз бәрі сол жерде жерленгеннен кейін, сол жерде болса сол төңіректе деген мақсатта тезірек бітіріп берсеңіздер деген соны рұқсат болса, жаңағы жерлеуге ертең тез арада келіп бір айда есептеп мүмкін ол бір айға да жетпей қалуы мүмкін, азғантай жер қалған. Ол жерге жиі барғаннан кейін сол мәселені көріп қарап жүрміз. Екінші мәселем енді менің мына Сахаба Біләл мешіті туралы былтыр жаңағы Төле би саябағында өзіңізге айтқан едім. Жаңағы сымдарымыз, электр сымы талдардың ортасымен өткен, сол жерге бір столбы қойып, дұрыстап өткізіп берсе деп келіп, қарап ары бері қарап, сол жерге қоя алмай кетті столбыны. Ана бір көрші рұқсат бермей жатыр деді, бір нәрсе қылды, әйтеуір жоқ, келмей қойды қайтып. Осы мәселе. Сахаба Біләл мешітінің жаңағы сымдары жүргізу мәселесі. Хорошо. Архитектура не мәселе? Қаланың бас жоспары бекітілген, бас жоспары бойынша қай жерден қандай нысан салыну керек бәрі жоспарланған. Ол мазараттың расширениясы бас жоспарда бар. Ол сұралып отқан жерден емес, басқа жақтан. Ол кісілер негізі бас жоспар бойынша Сауран аудан территориясына қаралған. Мазараттың расширениясы. Мөлтек ауданда балалар алаңшасының 2 жылдан бері айқайласып жүріп, мына биыл төсеп өте жақсы қылды. Үлкен рахмет. Алла разы болсын сіздің бастамаңызға. Сосын өткенде осы 3 ұсыныс болған, соның біреуі орындалып тұр да, екеуі қалып тұр. Жаңа біреуі бір опасный зонаға лежачка дейма, соны өтініш жасағанбыз. Сосын жаңа балдар мектепке өтетін жерге өткелге бір светофор өтініш жасағанбыз, сол екі мәселе қалып тұр. Оған енді қосымша жаңа бір-екі айтып кетейін, мөлтек ауданның іші былай болып тұр біздің жағдайымыз. Недеген керемет стадиондар салынғанда, ана стадионды көріп тұрып жылағың келеді просто. Қазір көрсеңіз ананың жағдайын. Жуып тастаған, теңдерді прям тіспен қалай жуып тастаған енді айту қиын мәселе. Мен өткенде былтырда осыны айттым, өтініш жасадым. Ана ремонт жасап жатқандарға, жігіттер, мынаны сақтап қалудың жолын сендерге айтайын, сендер олай істемеңдер. Жылда не деген бюджет, не деген ақша кетіп жатыр мынаған. Мынаның 4 бұрышына 4 есік қойсаңдар, мына стадион аман қалады. Қазіргі балдардың поворотник істемейді.
анау барып есіктен кіруге болмайды, олар келген жерден кіріп кету керек та. Солай. Өтініш соны бір неғығанда ремонт жасағандарға айтсаңыз, 4 есік қойып берсе, стадион аман қалады. Ал қоймайтын болса, ол стадион кетеді. Өз бір жаға ғана қалды қазір. Сосын жаңа екінші мәселе, иттің, мысықтың несін айтып кетті ғой, оны қайталаудың несі жоқ. Бірақ көбейіп кетті, шегешеу нормадан асып кетті. Соны бір қарасаңыз. Сосын тағы не береді? Мәселесі бойынша көрші аудандардан да көмек сұрап шақырып, рейд жүргізіп жатырмыз. Өте көбейіп кетті. Мен келсем, бұл бағытта жұмыс күшейтеміз біз. Соңғы мәселе мынау, Жасыл Түркістан почти көрінбейді десек болады микрорайонның ішінде. Ана менің жаста ағаштар тұр, шіріген. Олар кесетін ағашты кеспейді, басқа жағынан барып кесе ма, я айтқанын тыңдамайды, білген кезін істеп кете береді. Қазір мөлтек аудан ішіне келсеңіз, қорқып кетесіз кейде ана бір ағаштарды көргенде, яғни бізбен жасты ағаштарды көргенде. Вот сондай мәселе бар. Солар бір келіп, значит, сөйлеген естімелермен келісіп, мен мысалы өзім мөлтек ауданда Жасыл Түркістан басшысы сізбен бірге ертіп жіберемін. Аралатып, бәрін несін беріп, 100 ағаш егіп қойған астына бір ағаш бүлдіріп тұр. 3 жылдан бері алдырамаймын сол ағашты. Айналайын. Мына 100 ағаш ауыстыратын шығар, бір ағашын неге алып тастамайсың, мынаны десең, ұялмайды, просто көңіл бермейді. Келеді де шетінен былай тисе тет, несі өтіп кете береді. Ол жалынатын ешкімесі жоқ. Сосын тағы не береді. Сосын жаңа алимент дүкендер айтып кеттіңіз ғой. Енді біз түсінеміз, оның базасы да жоқ, басқасы да жоқ, дайындайтын. Алып келіп жатқан жаңағы өнімдер өте сапасы төмен. Картошкалар жаңа кондицияға жатпайтын картошканы әкеп сатады. Жұмыртқаларды да білмеймін, енді анау қайдан табылатын ол жұмыртқалардан. Ашып кеткен дейсіз ба? Міне ашып кеткен дейді анаңыз. Ол да бір 20 адамға, ары кетсе 20 адамға сатылады да 21-шіге жетпейді. Таусылып кетеді. Сен не берейін? Сосын жаңағы камера туралы өзіңіз айттыңыз ғой, сол камераны бір жағада қойылса, біз әлі қоқыс тасталмайды етін жете алмай жатырмыз. Невозможно, ана жерден бір өткен кезде шалынып құлайсың қоқысқа. Бір 2 адамды қойып қойған, ол 2 адам үлгере алмайды ол жерде. Бұл пікірлер әкімнің назарынан тыс қалмады. Әзімбек Пазылбекұлы да жауапты бөлімге нақты тапсырма берді. Бір сағат жасап беріңіздер. Жасыл Түркістан сіз барасыз қазір көкеммен. Тазалық бойынша жағы әрбір үйге ондай бір қызметкерден қоя алмаймыз. Күшейтейік. Сізден өтініш ағай. Сабез. Хорошо. Сабез жұмыстарыңызды бірге. Тазалық, мен сіздерге айттым ғой, сұрақ қойдым, тұрыңыздар орындарыңызға. Тексеріп барып, жаңа мердігерді шақырыңыздар. Вот қадағалау. Действительно қадағалау болмаған, сапасы жасалған. Барайық па? Шақырыңыздар мердігерді басына. Ойын алаңшасы жаңа ғой, апай. Әркім өзінің көшесінен сұрайды, оның бәрі қамту мүмкін емес. Кезекпен, ретмен салып береміз. Бүгін ертең деп айта алмаймын. Бұл жұмыстар тұрғындар өтінішінің нақты орындалуының көрінісі. Әкімдік үшін басты меже халықтың сұранысы мен қауіпсіздігі. Ашық кездесу соңында қала әкімі тұрғындарды жеке қабылдап, әрбір мәселені мұқият тыңдады. Әкімнің Оразбековтың қарауында болған. Ол кісі айтты, толық мынандай шақпақ түссе ғана жәрдем беріледі, мындайға заң жоқ деп айтады. Сонда Қазақстанның заңы қаяққа кетті әзір? Қаяққа кетті Қазақстанның заңы? Енді әкімнің істеп отқан тірлігіне қарай көрем балам, не деп жауап береді маған? Әгер осы күй шығарсаса, онда білмеймін, толмайды қарным. Мәселе мына кісінің өзекті мәселесі. Бұл кісінің жері басқа біреуден сатып алған, сол бой қалған жағдай жоқ, инвалид, күйеу инвалид. Сол кісінің бұл өзі қазір сөйлемейді. Алланың разылығы үшін мен көршім, Құдайы көршім, қоңсым. Менде госакты бар, бұл кісіде госакты болмай. Мен қалай үйде отырам, жай бірақат, мен ет жеп отырсам, бұл 20 жыл болды бірге тұрып жатқанымызға. Осы кісінің мәселесімен кіргім келіп отыр. Госакты емес, хотя бір решение істеп берсе екен. Күйеу инвалид. Мысалға Айгүл дегеннің атында екен, әлі сол атында. Міне, сол мәселе. Міне, осыны хотя бы решение істеп берсе болды бізге міне.
Біздің Сауран ауданындағы өзекті мәселелер жаңағы Мөлтек ауданындағы мынау жарық шамдардың сөніп қалуы болып жатыр. Олар да жаңартылып жатыр екен, онда естіп жатырмыз. Одан кейін су мәселесі, Мөлтек аудандарында су мәселесі, сосын біздің Баян ауылымызда да сол су мәселесі тек қана. Оны да бірақ біздер тиісті орынға айтып қойдық, онда орындалады деп уәде берді. Келесі аялдама Бекзат тұрғын алабы. Бұл аумақ тыныш, тәртіп сақталған. Алайда шешімін күткен өзекті мәселелері бар. Байланыс сапасы, көлік қатынасы. Судың мәселесі қиындап кетті. Сол судың мәселесі мысалға бізге айына 1200-1400-ден төлеп жүрсек, қазір 10 мың көлемінде, 7 мың көлемінде ақшалар келіп жатыр есепте. Ана бұны өзіміздің мынау Бекзат мөлтегінің әкімшілігінде болып, бір несін шақырғанбыз. Кейін ол ойбайлап кетті, ол төлейсің, төлемесің де болмайды, штраф саламыз деп. Соны біз жаңа айтып жатқандарыңыздың бәрі дұрыс, судың несін бәрін жаңартамыз деп. Бізге сол су мәселесінің ақшасы көп деген мәселені шешу, сосын кейін жаңа ар жағындағы Бәйтерек Мөлтек ауданындағы ойын площадкамен бізде енді кетірей дейміз. Сөзге екеуі белгіленген ойының алаңында жаңағы жерге салынды да бізге салынбады. Әлі ертең салынды деп жүр. Сол мәселемен кетірейді деген жерде. Бастағы Түркістан су коммуналдық мекемесінің теңгеріміне өтті деп айттым ғой. Бұған дейін жалпы өзінің белгіленген тариф бар су пайдалануға. Қазір 74 теңге да жеке тұлғаларға. Бұл жерде жалпы Арыс темір жолда. Бұрын соңды мен білем, естіген айына 500 теңгеден төлеп келгенсіздер. Олай болмайды, ол белгіленген тарифпен төлеу керек. Сізден басқа, мысалы Түркістан суға төлеп отырған сіздің осындағы жерлестер сол тарифпен төлейді, сіз 500 теңге төлейсіз. Олай болмайды. Енді дұрыс. Енді қазір Әзімбек Пазбек рұқсат болса айтып кетсем, бұл жерде көрген ондайдан жалпы өздеріңіз де білесіздер, Арыс темір жол Түркістан суға 1 ақпаннан бастап өткен 2020 абонент бар. Оның ішінде 1968 жеке тұрғын үй, НДС-мен есептегенде 74 теңге су кубқа төленеді аға. Бұл осы су сіздердің өздеріңізде төлемеген есебінен Арыс темір жол банкрот болып, мекеменің бәрін жауып отыр. Сөйтіп жапқаннан кейін бізге өткізді. Қазіргі таңда бізде сіздерде қазір 16.490 километр линия бар. Линияда оның 80% жарамсыз. Жаңа Әзімбек Пазбек айтып кетті, ол бойынша бір жоба жасалып жатыр. Алдағы уақытта бұл жерде өзі сіздерде 8 ұңғыма бар. Қазіргі таңда біз 6-ауы действующий, екеуі өз судың көлемін тартуына байланысты төмендеген аға. Енді ол оған байланысты өзіңізге айтып түсіндірдім, алдында да келгенбіз сіздерге, осы секторға келіп түсіндіру жұмыстарын жүргізгенбіз Әзімбек Пазбек. Бұл жердегі бір мәселе, жаңа бағаны бұл жерде постоянно 1,5-2 мың өздеріне тариф сонда қойып алған, солай жасалған. Енді қазір біз Каскад деген участоктың бәрін өздеріңізді қойдырып отырық. Участок қойсаңыздар 500 теңге бола ма, 1000 теңге бола ма, жаққан сөзге қарай төленеді. Ал енді сіз тараптан, біздің тараптан негізі заңда көрсетілген, біз төлемеген жағдайда осындай штраф болуы мүмкін. Штраф болмайды аға. Ол осы жерде айтылған нәрсе айтылды. Ол штраф төленбейді. Сіз жаққан суыңызға төлесеңіз болды. Участок қойып жатыр уже, почти 50% қойып. Қазір анау ағай судың мекемесі қызметкерлері тексеріп бәрін түсіндіріп айтып береді. Бірақ белгіленген тарифпен счетчикке сәйкес сіз төлеуге міндеттісіз. Иә. Тексеріп береді сізге, неге ондай көп шыққан жеке мәселе тексеріп береді. Ассалаумағалейкум. Мен Бекзат Мөлтек ауылынанмын, осы Түрк ауылы дейді ғой. Біріншіден мынау терезеден өткенде оң жақтан жаңағы бір жаңа ауыл салынып, қазір сол жерде 6 жаңағы не бар, көше бар. Біріншіден сол көшеге тас салынып жатқандарына рахмет айтпақшымын. Сол 6 көшеге де жаңа тас салынып, грейдер туырлап, әдемі істеп жаңағы немен трамбоват етіп, жаңа катоктармен жүргізіп жатыр. Тағы да бір үлкен рахметімді айтпақшымын ең біріншіден.
Мынау Терезіден бастап жаңа жол салынды ғой, мынау объездной жол, мынау неге Балтакульский. Қазір сол жерде бір скоростной трасса болып кетті. Сол жерде уже бірнеше столбаларды да қақты. Енді Құдайға шүкір, жаңа бір адамға әлі онша бір зияны жоқ. Сол жаңа адамға зияны болмасын деп сіздерден бір өтінішіміз, ол жерге енді бір камера ма бірдеңелер қойылса, жаңағы анау машиналар жай жүреді ме деп не алады деп ойлаймыз. Тағы бір сұрағым, мынау бізде Қойшыбаева көшесі бар. Сол жалғыз бір көшеміз асфальт етті, осы канализация салынды, енді канализация да керек. Әрине ол да бір культураның бір несі. Сол жердің жаңағы асфальтыны бәрін көшіріп тастады. Оны жаңағы топырақ білен көмді. Қазір су, жаңағы ауыл тұрғындары сумен немен не алды, әжептәуір басылды. Енді сол жерде бір қайтадан сол көшірілген жерлерді қайтадан асфальттап берсе ме деп. Сонда өтінішіміз бар. Рахмет. Болды ма олайсың? Болдым, рахмет. Жаңа жол бойынша мынада полиция басқармасы бар. Сонымен бірлесіп біздің жол қызметі мамандары, жол белгісі бар, сіз айтқан сергек бар да. Соны орналастыруға жұмыс жасап, мен тапсырма беремін. Полиция басқармасының басшысы бар, жол қызметі. Бірлесіп, зерттеп, анықтап, скоростной жол болса, жол белгілерін кедергісіз камера орнату бойынша мәселе қарап беріңіздер. Екінші жаңағы асфальт қайта жөндеу бойынша мен бардым ба ол жерге, сіздермен бірге. Асфальт болса қайттан орны восстановить етіп беріңіз. Қашан? Отырған жақсы, сызаға білесіз, күлдің мұмина, асты су, кішкене есесені отырамас қанша метр тереңдік? Асфальтта көрек болса асфальт деп, одан кейін жоқ, қанша метр тереңдікте қаздыңыздар? 4,5 метрге дейін бар. Қашан жаптыңыз ол? Қанша болды ол жаппаңыз? Bir jarmay oldu. Хорошо, слайд. Негізінде бұлайда, құрметті ағайын, 4 метр, 5 метр, 6 метрге дейін қазылып жатыр, магистралдық желдер төмен орналастырады. Ол топырақпен, таспен жауып жатыр берді. Ол кішкене отыру керек та. Ертең асфальт салғаннан кейін де отыру түсіп кету қаупі бар. Сол үшін әбден жаңбырдың суына, естественно, өзі отыруға қажет. Кішкене уақыт керек, бірақ сіздер қараңыздар. Бір айдың бөлімінде деп айтыңызшы, бір айдың бөлімінде бола ма? Бір айдың бөлімінде онда қайтта сол асфальт орнына келтіріп береді. Қазір протоколға жазып қоямыз. Біздің енді жаңа Арсудан біз Түркістан суға ауысып отырмыз ғой, енді темір жолдан. Енді учетчик қою керек деп жатсыздар. Учетчикті мекеме қоя ма, халық қоя ма? Осыған жауап беріңізші. Өз заңында бір учетчикті өздеріңіз қоясыз. КСК деген учетчик бар, ол 5 жылға қарай. Категория бірінші, екінші, үшінші категория деп бөлінеді учетчик. Қазір дамуын халыққа шамасы келетін бірінші категориясын алыңыздар деп жатыр. Ол 12.000 или неде 8.500 теңгеден тұрады базар. Өздеріңіз аласыз. Ау? Енді сұрақ. Өзі бұлай 5 жылда бір рет учетчик ауысу керек заңда. Енді бізде бұл сонда ағай тоқтай тұрыңызшы. Енді сізде қазір ескі линияға отыруға өмір бақи учетчик болмаған. Ертең жоба жасалған кезде, проект жасаған кезде сізге есігіңіз алдыңызға әкеп, стояңызға или болмаса колодец ішіне учетчик қойып береді жобасын, новый проектінде, жаңа проектінде. Мысалы шет жақ беттерінде былтырлар 2 жыл бұрын су жүрген, бар көрсеңіздер колодецтің ішінде учетчик қойып берген. Судан келген мекемеге мырза, сіз сонда Түркістан халқы екіге бөліне ма? Жаңа қалада мысалы су кіргізіліп жатыр, өздері мекеме құрып беріп жатыр учетчикті. Сонда Бекзат Мөлтек ауданы халқы өзі құрама учетчикті? Оны мердігер өздері әкеліп жаңа линия жүргеннен кейін қойып береді, соның ішінде бар сметасында. Енді сіздерде жаңа линия жоқ қой, дұрыс түсінсеңізші. Менен алмайсыз аға, өзіңіз базардан сатып аласыз. Жоқ, базардан сатып аламын. Мен учетчик сатпаймын сізге.
сатылмайды сізге. Білмеймін, 35-ші бөлшек дей ма, бір бәле деп айтып отырды. Абонент өзінің счетчигін қойып, белгіленген тарифпен пайдаланған суыңызға төлейсіз ғой, ол жерде. Қандай мәселе болу керек? Мына микрофон дұрыстаңдаршы, кім арада? Әзімбек Пазылбек, бұл жерде жалпы Арыс темір жолында болған осы жерде халықтардың бәрі отыр ғой, түсіндіре кетейін. Ол жерде осындай болғанына байланысты Арыс темір жол мекемесі пәленбай миллион теңге қарыз болып, мекемені банкротствоға жатыр. Сол себепте бізге қайтадан баланстырып, енді ол жерде өздері ойласаңдар, өздері сияқты біреуіміздің балаларымыз, қыздар 24 адам жұмыс жасайды. Оның айлығы бар, мына жерде 6 ұңғыманың скважинаның светі бар. Ол сіздердің 5 теңге 10 теңге алғаннан біз ақтай алмай отырмыз. Сол себепті сіздерге шешім қоюымыз керек. Әркім өзі қою керек. Жаңа мекемеден кетіп Бауыр счетчик қоясыз. Тыңдайық ағайын. Счетчик қоясыз, пайдаланған суыңызды сол. Счетчик есептейді, белгіленген тариф бір кубында 74 теңгеден төлейсіздер. Не мәселе burada? Қате есеп болса, пирожок жасап, мекеме қаржылықпен жұмыс жасауға дайын. Әзімбек Пазылбекұлы, мен Сейла Жұман Шалғар Өтек ауданы келіп жатыр. Құдағасы ертіп сол неден айтарыз, бірақ халықтың өтініші болса, мен су мәселесі туралы айтып кетейін. Ол теміржол судың банкрот болғанда, мына халық кінәлі емес бауырым. Түсіндіңіз ба? Банкрот бола ма, басқа бола ма, сіз жаңа жүйені жүргізіңіз, колоссаны қойыңыз, сосын өзіңіз счетчик қойыңыз, халық төле болсын. Ал ертең сол жаңа жүйе жүргенше, халық бұрын нарықпен төле берсін. Бұрындар бізде счетчик қойғызбақшы болғанбыз. Счетчик деген 6 ай ма, бір жылға да жетпей бұзылып кете беретін түгіл. Адам басы заңда, кітабында, тарифте жазылған келісімшартта әр адам басына 255 теңгеден кәдімгі мусор түскендей. Сондықтан бір үйде бір адам болса 255 теңге, 3 адам болса 760 теңгеден төлеу керек. Қазір бәріне келіп отырмын. Жолдың арғы бетіне, бергі бетіне бір ауылдың адамымыз бәріміз. Түсіндіңіз ба? Сондықтан тағы жаңа жүйе жүргенше халық бұрынғы несімен ақшасын төлеп отыра берсін. Сіздер үйдім айтпаңыздар. Әр счетчигіңіз 12 мың сатып алып оңай емес айналайын. Сіздер түсіндіңіздер. Бір үйде 5 бала бар, бір үйде 10 баласы барлар бар. Сіздер түсіндіңіздер. Оны өздеріңіз әкімшілік болып, өзіңіз мемлекет болып, өзіңіз кәсіп болып, өздеріңіз шешіңіздер. Банкрот болғанда халық кінәлі емес. Мен сізге тағы да сөздеріп айтамын. Халық бұрынғы бағамен төлеп отыра берсін. Адам басына 255 теңгеден. Бірақ счетчик қойдым, еш уақытта айтпаңыздар. Түсіндіңіздер ме? Халық күйдірмеңіздер. Ертең осы вопрос Шалғар Өтек ауданында көтеріледі. Мен сіздерге жеке сөйлесем осы мәселені шешіп кетейін деп, халық көтергеннен кейін түсіндірме жүргізейін деп отыр. Сіздер келісімшартты жүргізген жоқсыздар, мен сіздерге айтайын. Теміржол кезінде келісімшарт жүргізген. Егер счетчик қойғызсаңыз, эконом жасайтын болсаңыз, счетчик қойғыздар. А егер коммерческий төлем десеңіз, онда адам басына 255 теңгеден төлейсіздер деген сонда келісімшарт бар түгіл. Қазір сіздер кешегі февралда март апрельде ауыстырдыңыздар. Әр үйге 8 мыңнан, біреуге 9 мың кеп жатыр, маған 7.800 кеп жатыр. Айналайын қайттың тауып отыр ол ақшаны сендер. Қал ойнап отыр деп отырсыңдар ма сендер? Кәрішке 1 кило кәрішті зор сатып алып отырған әлі 350 теңгеге. Әзімбек мырза, осы кішке қолға алыңыз, өзің түсіндіріңіз. Бұл болмайды. Мемлекеттің банкрот болғаны халық кінәлі емес. Ең соңғы не барған? Соңғы труба газдың. Сол жерде бізде низкий давление. Қыста бізге газ жетпей қалады. Біз барамыз үнемі. Ол жердегілер бізге ар жақтан келген линияны қосып берейік. Ол жерде кәдімгі сауда саттық жүріп жатыр да. Ол жерде саудаға келсейін десек, біздің қалтамыз көтермеді. Сол жерде айналдырған 20 үйге газ қыстың күні жетпей қалады. Низкий давление болады. Луганский көшесі. 2-ден 20-шы үйге дейін. Осы мәселені шешу керек бізге. Кім жауапты осыған? Теміржол вокзалы бар емес па? Ояққа баратын бір машина жоқ жолдың астында. 30-да осы ағылда сол арқылы вокзалға бар, одан кейін маршруттың ары қарай кете берсіңдер. Бұл халыққа ең керектіні. Екінші мәселе. Мына біздің мосттан бері қарай, мына жақта 16, 17, 18 көшеде бір балалар ойнайтын алаңыз. Біздің балаларымыз балалар ғой оларда. Оларды ойнақысы келеді. Футболы бар ма, мини футболы бар ма, әйтпесе бұлай әткеншегі бар ма, мынандай қылады.
Біз не емеспіз ғой бәрі. Бізге де керек қой, біздің балаларымыз да ойнасын. Сол менің мәселе. Қоғамдық көлік мәселесі, қазір мен жауап беремін. Мен отырмын, еш жаққа кетпейміз. Кезекпен аспаңыздар, бәріңіз қоясыздар. Қоғамдық көлік жаңа бірінші мәселеміз. Қазіргі таңда 20-24 сондай қоғамдық көлік сатып алынады. Сол 2 айдың ішінде сол кезде қосымша маршрутты қарастырамыз. Көп жерде жетіспеушілік бар. Ол техника жетіспей жатыр. 20-дан астам техника келген кезде бірінші қажетті қай жер анықтаймыз. Сол кезде шешілетін болады. Балалар ойын алаңы. Мен сізге дейін 3 секторда кездестім. 3 секторда әрбір азамат сұрақ қойып жатыр. Барлық өзінің көшесіне сондай балалардың ойын алаңын салып беру сұрайды. Ол дұрыс. Балалар ойнау керек, бірақ оның барлығын бір мезетте бірдей біз қамти алмаймыз. Сол енді оны бюджетті мүмкіншілігі бар. Біздің мамандар ЖКХ сектор басшысы зерделеп келесі жылға ұсыныс берсе, біз қарастырамыз. Биыл біз оның үстінде сондай ойын алаңшаларын салып жатырмыз. Келесі жылға мүмкіндік қарастырамыз. Келесі жылға қарастырамыз емес, келесі жылы салып береміз десеңіз. Қарастыру деген Жоқ, ол міндетті түрде ол әрбір жыл сайын Бекзат мөлтек ауданында ол салынады. 3 болар, 4 болар салынады. Бірақ оның қай көшеге түсу керек зерттеп барып саламыз. Бізге жол сап берді, рахмет. Свет құрып берді көшеге. Бірақ үйдің светін өздеріміз ақша жинап, столбына ағаштан қойғанбыз. Сол столбыларымызды сарғымысқа жеп жатыр жаным. Соны ауыстырып берулеріңізді сұранамын. Одан кейін өткенде мен зам әкімге барып, жаңағы су жөнінде арыз жаздым. Бізге кран әкеп беріңіздер. Біреудің су тұщы, біреудің су ащы, құдықтан ішіп отырмыз да шырағым. Бізге су соны қарап жатырмыз деп 2 қырдан біреу ұзмандады. Неге жібердік, ақша бөлінсе, сен ба ұзмандадың? Ол біреу ұзмандады. Көреміз не қараса, суды апарып береді, апа деді. Бірақ ақша бөлінбей жатыр деп айтты. Соған ақша бөліп, су жіберулеріңізді сұранамын, өтініш біздің. Одан кейін тағы айналайын сұранатын нәрсем бәріңізден. Біздің жаңағы документіміз дұрыс болмай жатыр. Анаған айтсақ анау дейді, мынаған айтсақ мынау дейді, біреу сотқа дейді. Бұрын әркім өз документін өзі істейтін сияқты. Қазір біреу жүгіреді, біреу істейді. Бұл қандай заң жаным ау? Түсінбей қалдым мен мына заңға. Баяғыда үй салдық, жер алдық, өзіміз жүгіріп, өзіміз істедік қой. Бізді қабылдамайды, сотта қабылдамайды, ешкім қабылдамайды. Ал енді істеймін деген адамдар әлі бүгін болады, ертең болады деп 5-4 жыл болды қазір күтіп отқанымызға. Үйдің құжатын 4 жыл болды шырағым күтіп отқанымызға. Сотқа деп ақша бердік, бәріне ақша бердік, әлі жауап жоқ. Ондай, мұндай дей береді. Не бұл, кім жан қарайды? Әйтпесе халық өз істейтін ғой, рұқсат берсін. Әркім өз жүгіретін ғой. Не бұл, біреуге қарай беріп өлдік қой, пәлен сон беріп, төлен сон беріп дейді отырады. Өміріміз өксіз беді, қазір 4 жыл болды жаным күтіп баққанымызға. Үйіміз сап қойғанбыз, үйде отырмыз. Мысалда, бізге осы су мәселесі, сосын столбы жаным, осы документ, басқа тілектеріңе ырзамын, рахмет, аман болыңдар айналайын, ырзамын. Құжат бойынша, сен білесің ба? Қайсың? Әзімбек Қазбекұлы, жалпы құжаттар бойынша 2005 жылдары осы Яссауыл округімен біршама шешімдер қабылданған, бірақ көп шешімдердің түбірі архивте жоқ. Бүгінгі таңда ол былай 723 участокты, оның біз тек 723 участок бар сондай. Оның бәрі проблемный, мәселесі бар, сұрақ бар. Оған тек соттың шешімімен сәйкес біз рәсімдеп бере аламыз. Біз қазір өз бетімізше рәсімдесек, ол кезінде дұрыс емес, түбірі дұрыс емес оның. Жасасақ, балдардың біреу кетеді сотталып. Соттың шешімімен тек қана. Біз соттың шешімін алып келіп жатқан, мен бәріне қол қойып беріп жатырмын. Осы кегелі қаншасына қойдым мен.
бір шешімі сол оның. Одан кейін столб ауыстыру бойынша, ауысу бойынша ЖКХ кім? Сен білесің ба? Келім апа? Иә. Бұл жерде 720 учаске бар. Светтен бөлек ауызсу, канализация, газ да жоқ аяқта. Айттым ғой, ол бойынша жоба жасалып жатыр. Біз бұл жерге жобасы біткесін келесі жылы қаражат қойып жасаймыз. Бірақ ол жерде былай сұрақ көп, ол жерде шектеу бар. Ары қарай оны заңсыз ерген біреу үй көтеріп салатын болса, уже әкімдік әрбір азаматпен соттасуға дайын. Сол көпірдің үстінде бір-екі дігідік жерлер бар, енді соны жөндесе, одан кейін ары қарай жалғасып, Балтыққа қарай кететін жол Ораз Жандосов көшесі. Соның екі шетінен сырт жағынан тротуар салынды. Осы қыстай салып шықты ғой, жақсы. Рахмет. Бірақ енді анау бұрынғы тротуарды алып тастаса, өйткені жаңа светофорға келеміз дағы кептеліс болып қалады да. Сол кептеліс жөнінен тротуарды сыртқа көшірген тұғын. Бірақ ана бұрынғы тротуар алынбай жатыр. Соны тездетсе өтініш. Жандосов көшесі бойынша мен тапсырма бергем. Қазір біз қалада Тәубехан көшесін жасап жатырмыз. Әл-Фараби көшесін жасадық. Одан кейін қазір үшінші болып осы Жандосов көшесін кеңейту жұмыстарын біз бастаймыз. Ол жаңа айтып отырсыз тротуар. Сол екінші ескі тротуар алынып, жол кеңейтіп, жаңадан асфальт төселінеді ол жерге. Одан кейін мосын үстін қазір уақытша ямочный жұмыстармен бүгін бастап жасайды. Одан кейін ТГЖ дейміз ғой, сонда светофорда бір латоктардың беттері жабылмағанда. Одан кейін сол жаңа базарға баратын Тәубехан дейміз ғой, сол жолдарда Ерубаевта сол жаңағы бұрылатын кезде латоктардың беті жабылмағанда. Онда тура жолға тақалып келіп тұр да, ана балон түсіп кетпеу үшін ана қарсы жолға шығып барып бұрылғанымызда сол латок, бір-екі латок жабылып кетсе. Оны түгел жаппаймыз, жаңа бұрылыстар бойынша қиын учаскелерге оны бастайды кім? Жол қызметінің бағдат бар, осы жердің азамат сіз жасайсыз соны. Тұрғындардың бұл шағымдары назардан тыс қалмады. Қала басшысы нақты деректермен жауап берді. Енді аздап мен айта кетейін. Тұрғын алқабында былтырғы кездесу барысында жалпы 34 мәселе көтерген болғансыздар. Оның 20 мәселесі орындалды. 14 мәселе заң аясында түсіндірме жұмыстары жүргізілген. Секторда көтерілген мәселелерге тоқталып өтейін. Мынау Қойшыбаев көшесіндегі 1968 жылы ескі трансформатор ауыстыру, аталған көшеге бұзылған балалар ойын алаңқасына да күрделі жөндеу жұмыстары мәселесі бойынша жұмыстар жүргізілді. Сектор аумағындағы осы Еділбаев мектебі аумағында ойын алаңқасы мен баскетбол алаңқасын салу бойынша сәуір айында жұмыстар бастау алып, қазіргі уақытта құрылыс жұмыстары өздеріңіз көріп жүрсіздер 90%-ға аяқталды. Нысанды осы алдағы айдың ішінде толық сіздерге аяқтап, игілікке пайдалануға береді. Бұдан бөлек секторда жаңа емхана салу мәселесі көтерілген болатын. Сіздер білесіздер, қазіргі уақытта жеке инвестор есебінен Жарық көшесінің бойынан жеке емхана құрылысы жүргізуде. Осы енді жоспар бойынша Алла қаласа күз айына дейін қолданысқа берілуі жоспарлануда. Жалпы біздің елде білім алу болсын, ем алу бәрі тегін, ол жеке мектеп болсын, жеке емхана болсын. Мемлекет әрбір тұрғынға сол қаржылай көмек беріп, сол емханаларға. Емханалар сол келген азаматтарға тегін көмек көрсетуге міндетті. Білім де дәл солай. Бұдан бөлек интернеттің әлсіз болу мәселесі көтерілген. Нәтижесінде Айдын көшесі нөмірі 3-ші үй тұсында кесел базалық станциясы орнатылып қосылды. Одан бөлек Мұстау көшесіне Билайн базалық станциясы орнатылды.
кейін кей антенна тұсына радио таратқыш және қабылдағыш құрылғылар жаңартылып орнатылды. Жалпы ол жерде радиус көлемі сол 3 шақырым жерді құрайды. 3 шақырым жерде бұл мәселе толығымен шешілген болу керек. Өздеріңізге белгілі, мемлекет тарапынан қала аумағында біршама жұмыстар атқарылуда. Басты мәселе инфрақұрылым мәселелері. Соның ішінде ауыз сумен қамтамасыз етуге тоқталатын болсақ, бекзат секторында Арыс Түркістан жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне біз биыл ауыз су желілерін қала әкімшілігінің қалалық су жүйесі мекемесі балансына қабылданған. Енді қазіргі таңда осы су желілері әбден тозығы жеткен. Жобалық сметалық құжаттама әзірлеу жұмыстары жүргізілуде. Бұл келесі жылға біз толық осы желілерді ауыстыру бойынша қала бюджетіне қаражат қарап жұмысты жүргізетін боламыз. Сонымен қатар бекзат сектор аумағындағы жаңадан қоныстанған тұрғын үйлерді ауыз су жүйелерін тарту және қайта құру бойынша екінші кезек жобасы ол да әзірленуде. Жетебай, Ерейментау, 716 тұрғындар осы жаңадан су желісіне қосылатын болады. 47 мың абонент. 47 мың абонент. Бәрі счетчикпен сол белгіленген тарифпен төлеп отыр. Енді сіз жаңадан Түркістан су мекемесіне, су жүйесі мекемесіне өтті. Енді бұл кісілерге тариф белгіленеді. Бұл субъект естественно монополия. Табиғи монополия субъекті болып саналады. Бұл мекеме белгіленген тарифпен мемлекеттік саясатымен жұмыс жасау керек. Енді қалай сіз 2000 абонент, 47 мың абоненттен бөлек шығып, сіз төлемеймін дейсіз. Счетчик қою міндетті. Сіз қанша су тұтынып отырсыз, соған сәйкес сіз төлеуіңіз қажет. Ол белгіленген нәрсе, заң ол. Дәл сол заңмен барлық қалада, барлық облыста су жүйесі мекемесі абоненттер жұмыс жасайды. Қалай 47 мың дейсіз. Су жүйесі желісі біз айтып отырық қой. Жоба жасалып жатыр. 2200 абонент жаңадан сол желіге қосылады. Сіз қазір су пайдаланып отырсыз ғой. Ескі желі болсын, басқа болсын, тұрақты сізге суды жеткізіп отыр бұл мекеме. Сол мекемеге белгіленген тарифпен сіз төлеуіңіз қажет. Осылай келісейік. Әзімбек Пазылбекұлы, біз халық келісеміз, төлейміз. Адам басына 500 теңгеден берсін, 3 теңгеден болсын. Егер жаңағы қоятын счетчикті ол халық сатып алмау керек, мен сізге тағы да айтайын. Мемлекет осы жаңағы мекеме өздері апарып қойып беру керек. Ол ертең счетчик сатып алады 12 мыңға или 10 мың теңгеге, 5 мың теңгеге жұмысын алады. Ол қалай болған ол? Халық неге шыңдата береміз, айналайын, түсіндіріп айту керек қой халыққа. Пока жаңа жүйе төлегенше тарифін шығарсын. Мен 255 емес, адам басына 3 теңге қаламыз. Болмайды ғой 7 мың теңге, 8 мың теңге, 10 мың теңге адам бересіз әр айда 10 мың теңге деп. Көріп отырмаларға, екінші айға отыр бағам 8 мың теңге келді дейді. Ақша толыққан біздер ешқандай қолма болып жүрмейді. Каспилерде түседі, сразу приложение айдың 5-те. Приложениемен төленеді. Бұл солай жұмыс жасап. Былай жасайық. Мынау сектор жұмыс жасау керек біздің бөлімдермен бірге. Мұқтаж азаматтар болса, счетчик алуға шамасы келмейді. Біз көмектесуге дайынбыз. Қалған шамасы келетін азаматтар счетчикті алып қойып береді. Қалған көтеріп береді. Жоқ, ертең, жоқ. Жоқ, келіспеймін дегендер бар ба? Солай жұмыс жасау керек. Ол тарифтік саясат сондай. Болды. Басқа сұрақ. Сұрақ қойым келмеді, болдық па? Мен Тауасаров Тайырхан, Бауыржан Момышұлы көшесінде тұрамын. Сол Бауыржан Момышұлының көшесінің трубалары шешілген 93 жыл қойылғанда жұқарып кеткен чугунный трубалар.
жұрттың жан жағымыздың бәрі ауысты, тек біздің ғана ауысқан жоқ. Оның себебі пожарный гидрант бар дейді, сол себепті ауыстырамаймыз дейді. Соны жауап бере аласыздар ма? Иә, Бауыржан Момышұлы көшесі осы жолдың асты. 90 жылдары қойған шөгінді түрі бар. Біз айттық қой, жоба осы Бекзат секторы бойынша ескі су желілерін ауыстыру бойынша жоба жасалып жатыр деп. Сол жобада мынау Бауыржан Момышұлы көшесін біз қамтуымыз керек онда. Жоқ, ондай мәселе бар. Айттым ғой, 80% тозығы жеткен. Ол ескі су құбырларын жобаны жасап жатырмыз, соған енгіземіз Бауыржан Момышұлы көшесін. Келесі жылы бастаймыз. Қоса кетейік, бүгінгі таңда Айдын мен Мұстау көшелерінде базалық станциялар орнатылыпты. Алдағы уақытта тағы 3 жаңа байланыс мұнарасын салу жоспарлануда екен. Бұл интернет сапасын жақсартуға бағытталған нақты қадам, деді шаһар басшысы. Сонымен қатар, жыл соңына дейін Бекзат тұрғын алабындағы негізгі көшелерге 35 бейнебақылау камерасы орнатылып, қауіпсіздік шаралары күшейтіледі. Облыстық бюджет бар, республикалық бюджет бар. Соны қаражат қойып, бұл жұмыстарды осы ертеңдермен жүргізетін боламыз. Ең өзекті мәселе Бекзат секторында жалпы қаланың біршама аумағында біз әбетке дейінгі уақытта таңертең Сауран секторлерде халықпен кездескен болатынбыз. Ол жерде де осы мәселе газбен қамтамасыз ету. Өздеріңіз білесіздер, жалпы қаламыздың 36% ғана абоненті орталықтандырылған кәріз жүйелеріне қосылған. Дегенмен қазіргі таңда 13 сондай үлкен жобалар жүзеге асырылуда, қала аумағын сол кәріз жүйесіне қосу мақсатында. Оның ішінде 5 нысан Бекзат, Бірлік, Өздіқат, Отырар осы жылдың 20 айына дейін пайдалануға тапсыру жоспарлануда. Бұл тек қана жаңағы көшелерде өткен ірі магистралдық кәріз желілері осы жылдың соңына дейін бітеді. Бұл жұмыстың құрылысты мекемесі жүргізуде. Оларда мердігер шақырдыңыздар ғой? Осы жерде отыр. Қазір сіздермен талқылайтын боламыз. Осы мердігер жұмысына қатысты сұрақтарыңыз, ұсыныстарыңыз болса, бірге қазір тыңдаймыз. Уақыт бар жерде. Енді мен бұл жерде сұранатыным, қазір біз магистралдық кәріз желілер осы жыл соңына бітсек, келесі жылдың ішінде әрбір абонент сол магистралдық желіге қосылу қажет. Өз қаражаты есебінен. Олай етпесек, қазір сіздер осы жерде ұйымдастырушылық, сіздердің қабілеттеріңіз осы жердегі сектордың басшысы, біздің әкімдік қызметкерлері, осы аймақта сайланған депутаттар белсенділік танытып, сол кәріз желісіне әрбір абонент қосылу керек. Сол кезде біз осы Бекзат сектор аумағын толық асфальт төсеп болады. Қай көше бірінші осы абоненттердің барлығы кәріз желісіне толық қосылады, сол желіні біз, сол көшені асфальт біз түсіретін боламыз. Барлығы өздеріңіздің мүмкіншіліктеріңізге, өздеріңіз ұйымдастырушылықтарыңызға байланысты. Білем, басты мәселе кәріздегі жол. Сол жұмысты бірлесіп, сабырлықпен шешуге шақырам барлығымызды. Бізде мынау қалалық су жүйесі мекемесі бар. Ол мекемеде атсалысып, одан бөлек жеке мекемелер бар, осы қосумен айналысатын. Соның бәрі қазір біз тізімін жасақтап жатырмыз. Арнайы тағы да біздің әкімдік қызметкерлері келіп, әрбір көшенің тұрғынымен кездесіп, сол мүмкіншіліктерді сіздерге түсіндіретін болады. Сол жұмысты бірлесіп жасаймыз. Бекзаттағы жағдай бір қарағанда тыныш көрінгенмен тереңірек үңілсек тіршілік толы. Тұрғындар үмітін арқалаған әкімдік бұл ауданға да айрықша көңіл бөліп отыр. Ашық кездесуде қала басшысы бұған дейін айтылған 34 мәселенің 20-сы шешілгенін, қалған 14-і бойынша нақты жұмыс жүріп жатқанын айтты. Басталған 3200-ден астам абонент сапалы электр қуатымен қамтамасыз етілуі қажет.
Оның ішінде бекзат секторы электр желілері мен қондырғыларын қайта құру бойынша жұмыстар жүргізіледі. Бірақ бұл жоба өтпелі, келесі жылға толық пайдалануға беріледі. 1,2 шақырым кабель желілері жүргізілетін болады. Газ мәселесі бойынша жалпы қала аумағында жаңадан қоныстанған тұрғындарға мұндай 1000 абонентті табиғи газбен қамтамасыз етуге біз қазір жоба дайындап жатырмыз. Соның ішінде мынау бекзат секторында 321 абонент енгізіліп отыр. Ол жерлерге де біз келесі жылы жұмысты жүргізетін боламыз. Бекзат секторында бойынша халықтың ұсыныс пікіріне сәйкес Бәйтерек көшесіндегі көп қабатты тұрғын үй ауласын абаттандыру, 2 жерде ойын алаңшасы құрылыс жұмыстары жүргізілуде. Жаңа айттым, оның бірін осы мектептің жанында. Осы алдағы айда толығымен жол саласы бойынша тағы да тоқталатын болсам, жалпы бекзат сектор аумағында 140-тан астам көше, 132 шақырымды құрайды. Биылғы жылға осы сектор аумағында 10 шақырымнан астам құрайтын 6 көшеде асфальт жабындысын жұмыстары жоспарланған. Бұл жұмыстар қазір басталып отыр. Биыл осы 10 шақырым 6 көшеге біз осы асфальт жабындысын төсейтін боламыз. Бұдан бөлек Қаламүш көшесінің реконструкциялық жұмыстары іске асырылуда. Үлкен жоба. Бекзат тұрғындары бұл жолы айтарлықтай шағым білдірген жоқ. Кездесу салмақты, мазмұнды өтті. Негізгі сұрақтар шешімін тауып жатқаны байқалды. Сол себепті кездесу ұзаққа созылмай, жеке қабылдаумен аяқталды. Құрметті әкім мырза, қош келдіңіз. Мінекей біздің халқымызбен, елімізбен сыр сұхбат жасап, қал жағдайымызды біліп жатқаныңызға алғысым шексіз. Өркендеп өсе беріңіз. Ал енді менің айтатын 1-2 сауалым бар, соны айтып жіберейін. Баяғы Шөкеев деген әкім мырзамыздың тұсында 2025 жылы Бекзат мөлтек ауданында 7-ші көшенің жағасында 3 гектар жер бар. Ол арнайы мектепке тасталынып кетілген. 2025-те біз уже фундаментті бастаймыз деп уәде беріп, Қалбекова Нұржамалдың өтініші сұранысы бойынша өтініш шығады деп 100 адам арыз жазып тастағанымызда маған қол қойдырып алып кеткен. Сол босқа сол уәде қала ма, жоқ сол мектеп бола ма? Мемлекеттік деп айтқан жоқ бет соны, сол мектепті. Иә. Қазіргі таңда сондай қала бойынша 8 жайлы мектеп салыну керек болған, оның 3-і салынды, 5-інің құрылысы тоқтап тұр. Республикадан бюджеттің бөлінбеуіне байланысты. Одан бөлек менің білуімше осы Бекзат тұрғын алқабында 3 жеке меншік мектеп салынып жатыр. 3-і жаңадан. Оның біреуі осы, 2-і осы жаңа оқу жылына пайдалануға берілу керек. 3-шісін енді қазір құжаттарын дайындап жатыр. 3-шісі тоже ол келесі жылға өтпелі. Анау жаңағы 3 гектар жер 7-ші көшеде. Оның қаражатын республикада біз шешпейінше ол пока салынбайды. Бірақ жер тұр. Ол жер ешкімге берілген, ешкім кеткен жоқ. Бірақ сіз жаңа айттың ғой, бізде білім алу тегін. Қанша жеке мектеп болса да, сіз немереңізді, балаңызды беріп оқыта бересіз. Ешкім ешқандай ақша сұрамайды. Мемлекет сіздің балаңыз үшін соны төлейді.
Түркістан тек тарихтың емес, болашақтың да қаласы. Қаланың әр секторындағы жаңару, әр көшедегі қозғалыс, үлкен өзгерістің шағын көрінісі ғана. Сауран мен Бекзаттағы кездесулер халықтың үнін естіп, нақты шешім қабылдауға бағытталған ашық диалогтың жарқын мысалы. Мұндай кездесу билік пен халық арасындағы сенімнің күшейгенін, жауапкершіліктің артқанын білдіреді. Бүгінге осы Түркістандағы тіршілік пен даму жайлы біз сіздерге алдағы шығарылымдарда да баяндаймыз деп сенемін. Амандықта жүздесейік. Сіздермен бірге болған мен Альфия Аль-Фараби қызы. Аман сау болыңыздар.